Холецистит кезінде қай жеріңіз ауырады? Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулық арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Адамдардың басым көпшілігінде кездесетін аурулар бар. Тізімде созылмалы холецистит дегенде жиі кездеседі. Холецистит өт қабының қабынуы, әсіресе әйелдерде жиі кездесетін ауру. Аурудың белгілері мен пайда болуы және емделу жолдарын осы мақалада біле аласыздар. Аурудың пайда болуына дұрыс тамақтанбау, өт ағуының бұзылуы, аз қозғалу, түрлі инфекцияның түсуі, өт жолдарына тас байлану, тұқым қуалау себеп болады. Аурудың ағымына қарай жедел және созылмалы деп бөлінеді. Жедел түрінде бойымызда ісік билейді, оң жақ қабырғасы ауырады, жауырын мен иық тұсы басы ауырады, жүрегі айнып құсады, іші кеуіп жиі кекіреді, дене қызуы көтеріледі, көздің ақ қабығы сарғаяды, кіші дәрет қара қоңыр түске боялады. Егер осы белгілер байқалса, уақыт созбай емделу керек, әйтпесе созылмалы түріне ауысады. Ал созылмалы холецистит кезінде майлы тамақ ішсеңіз болды, оң жақ қабырғаңыздың асты ауырып, жүрегіңіз айниды, оған қоса құсқыңыз келіп, аузыңыз құрғай бастайды. Аталған аурудан сақтану үшін қақталған майлы және қуырылған тағамдарды шектеңіз. Холециститті басқа аурудан қалай ажыратамыз? Иә, кез келген жеріңіз ауырған кезде тұла бойыңыз ауырады. Тіс ауырғанда оған бас, жақ, ауыз қуысы бәрі қосылады. Ал тұмау болғанда бел, бүйрек, аяқ қол ауырады. Сол секілді холециститті де басқа аурумен шатастырып алуымыз ғажап емес. Жүректің ишемиялық ауруында кеуде мен оң жақ иық тұсын кесіп жатқандай сезім пайда болады. Холецистит кезінде де осындай жайсыздыққа тап боласыз. Бірақ оны анықтау үшін жеп пішкен тамағыңызға назар аударыңыз. Егер майлы, қуырылған немесе ащы тағамды жеген кезде жоғарыда айтқанымыздай жайсыздық орын алса, онда өтті тексерту керек. Сонымен қатар стресс, жүйке аурулары күйзелісте аурудың қосылуына себепші болады. Өттегі тасты ауруды асқындыруы ықтимал. Тіпті көлікпен, велосипедпен, кетіріп отыру жолмен жүргенде де ауырсыну сезіледі. Ал созылмалы холециститте жүрек айнуымен, құсумен, іштің және жүрек аймағындағы ауырсынумен бірге жүреді. Тіпті кейбіріміз холециститті гастрит, жара немесе ревматизммен шатастырып жатамыз. Созылмалы холециститпен ауыратын адамдарда қыжыл және жүрек айнуы, сондай-ақ ауыздағы ащы дәм және кекіру сияқты жағымсыз белгілер болуы мүмкін. Оған қоса үлкен дәреттің уақытылы болмауы, диарея және іш қатуда болады. Холециститке шалдыққан адамның ұйқысы да дұрыс болмайды, әрі ашушаң, күйгелек болады. Аурудың алдын алу үшін дұрыс тамақтаныңыз, майлы, қақталған, ащы, қуырылған тағамдарды шектейсіз. Жаман әдеттерден темекі тарту, ішімдік ішу, осылардан бас тартыңыз. Белсенді өмір салтын жүргізіңіз. Спортпен айналысыңыз, салмағыңызды қадағалаңыз. Жұқпалы аурулардан сақтаныңыз. Мейлінше ашуланатын, жүйкені жұқартатын ортадан алыс жүріңіз. Осы аталған белгілердің біреуін байқасаңыз, дереу гастроэнтеролог дәрігердің қабылдауына жазылыңыз. Қажетті сараптама жасатып, ем шараларын қабылдайсыз. Бұл ауру негізінен күзде және көктемде белең алатынын ескере отырып, барынша сақтанғаныңыз абзал.